Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Я Ахметказина Айгуль Ордашевна, являюсь заместителем директора ПАУМО Алматинского государственного колледжа энергетики и электронных технологий. Рады вас приветствовать на городском вебинаре «Творческие группы как одна из форм организации работы по самообразованию преподавателей», организованные совместно с городским научно-методическим центром новых технологий в образовании. Приветственное слово предоставляется руководителю центра Сулейменовой Гульнар Жалеловне. Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Бүгін қалалық әдістемелік кабинеттің жоспарына сай оқытушылардың өз білімін жетілдірудегі жұмыстарын ұйымдастырудың бір формасы шығармашыл топтар тақырыбындағы қалалық вебинар энергетика және электрондық технологиялар колледжімен бірлесе ұйымдастырылып отыр. Вебинардың мақсаты колледждің шығармашыл топтарының жұмысы бойынша қала деңгейінде тәжірибе алмаса отырып, педагогтердің өз ісіне деген ынтасын арттыру. Қазіргі таңда білім беру жүйесі, әсіресе оның оқыту әдіс тәсілдері үздіксіз жаңару кезеңдерін бастан кешіруде. Оқытушының шығармашылық іс тәжірибесінің қайнар көзі күнделікті қолданып жүрген әдіс тәсілдерінің уақыт талабына сай болуы, жас ұрпаққа білім беруде олардың ғылымға, білімге деген қызығушылығын арттырып отыруына, өмірде жеке тұлға ретінде қалыптасуына ықпал ету болып табылады. Яғни, студенттердің білімге деген ынтасын арттыру оқытушыны өз бетінше ізденіске, шығармашылық жұмыстарға жетелейтіні анық. Осындай ізденістерден туындаған энергоколледждегі шығармашыл топтардың оқытушылары бүгін әріптестермен қала деңгейінде өз тәжірибелерімен бөліседі. Жалпы энергоколледжде шығармашыл педагогтар өте көп. Олай дейтін себебім, бұл аталмыш колледж қандай деңгейде болсын, яғни қалалық, республикалық, халықаралық деңгейлердегі түрлі форматтағы іс-шараларға белсене қатысатын, қатысып қана қоймай, жүлделі орындарды иеленіп отыратын алдыңғы қатарлы колледждердің бірі болып табылады. Атап айтар болсам, осы соңғы 3 айдың ішінде өткізілген, яғни техникалық және кәсіптік білім беру жүйесінің 80 жылдық мерейтойы, республикалық деңгейдегі Әл-Фарабидің 1150 жылдығына арналған конференция, топ 100 студент республикалық байқауы, мамандықтар әлемін ашамыз республикалық форумы, дарын орталығының ұйымдастырған байқауы және тағы да басқа іс-шараларда жүлделі орындарды иеленді. Бұл осы колледж басшылығының жұмысты дұрыс жүйеге қоя білгендігінің нәтижесі деп айтар едім. Оған дәлел 2017 жылда республикалық деңгейде колледж басшыларының арасында өткізілген байқауда колледж директоры Төлеғали Мұхамеджановичтің бас жүлдеге ие болуы деп ойлаймын. Олай болса, құрметті әріптестер, шығармашыл топтардың тәжірибелерімен танысу үшін іс-шара сіздердің назарларыңызға ұсынылған бағдарламаға сәйкес жалғасын табады. Назарларыңызға рахмет. Уважаемые коллеги, в 2018 году на всеобщем собрании колледжа было решено о создании творческих групп педагогикалық шеберлік, ізденіс, шығармашылық шеберхана.
был издан приказ и разработано положение о работе групп. Творческие группы являются у нас самостоятельным звеном методической работы и субъектом внутриколледжного управления. В группах работают педагоги независимо от стажа и опыта работы. Объединяет педагогов, мастеров производственного обучения, желающих изучить, исследовать более тщательно методы обучения. Из числа членов группы назначены координаторы, обладающие организаторскими способностями, творческими качествами, высоким уровнем профессиональной компетентности. Работа в творческих группах дает возможность научиться творчески подойти к проведению своих занятий, создает условия для саморазвития, самореализации педагогов. Задачей творческих групп является внедрение передовых современных методов технологий обучения, а также анализ эффективности их применения. Основными формами работы творческих групп являются это проведение семинаров, практикумов, участие в научно-методических конференциях, выступление перед молодыми педагогами в школе молодого педагога, проведение открытых уроков, а также взаимного посещения уроков с целью обмена опытом участников творческих групп. С целью трансляции опыта применения методов технологий обучения преподаватели выступают на методических советах, участвуют в конкурсах педагогического мастерства, а также на педагогических чтениях. На данный момент творческие группы стали одной из самых продуктивных формирований в системе методической работы колледжа. И сейчас предоставляю слово преподавателям казахского языка и литературы, координаторам группы педагогикалық шеберлік Ушуровой Гузель Аркиновне и Бисимбай Айсулу. Сіздермен құрметті әріптестер. Біздің шығармашылық топтың атауы педагогикалық шеберлік деп аталады. Педагогикалық шеберлік тобы Жауынбай Амантайұлы Қараевтың технологиясы, Арал Мадетовна Жанпейісованың модульдік оқыту технологиясы және сын тұрғысынан ойлау технологиясын сабағымызда пайдаланып келеміз. Осы озық технологиялардың ішіндегі сын тұрғысынан ойлау әдіс тәсілдеріне бүгінгі семинарымызда тоқталып өтуді жөн көрдік. Сын тұрғысынан ойлау технологиясы Қазақстан қоры жағынан 1998 жылдың қазан айынан бастап жүргізіліп келеді. Жаңа технология ретінде ең озық тәсілдерді дер кезінде игеру, одан өнімді нәтиже шығару әрбір оқытушының негізгі міндеті болып табылады. Осы озық технологияларды оқытушыларымыз әр сабақтарында пайдалана отырып, үлкен нәтижелерге қол жеткізді. Оның дәлелі білім алушыларымыздың әртүрлі аудандық, қалалық сайыстарға қатысып, жүлделі орындарға ие болды. Сонымен қатар, оқытушыларымыз халықаралық және отандық газет журналдарда өздерінің мақалаларын жариялап отырды. Сын тұрғысынан ойлау, оқу мен жазуды дамыту бағдарламасы білім алушының оқытушы мен топтағы білім алушылармен еркін сөйлесуге, пікір таластыруға, бір-бірінің ойын тыңдауға, құрметтеуге, өзекті мәселені шешу жолдарын іздей отырып, қиындықты жеңуге баулайтын бағдарлама. Сын тұрғысынан ойлау технологиясын оқытудың 60 түрлі стратегиясы әдістерінен тұрады. Сын тұрғысын ойлау Қазақстандағы білім беруді дамыту үшін маңызды болып табылады. Қазіргі ең басты педагогикалық түсінік. Бұл модуль білім алушылардың, оқытушылардың да сын тұрғысынан ойлауды дамытуды саналы және оймен қабылдауды көздейтін әдіс тәсілдердің бірі. Сын тұрғысынан ойлау технологиясы өте тиімді болып табылады. Себебі сапалы білім береді, жеке тұлғаны қалыптастырады, ұтымды әдіс тәсілдерді пайдаланамыз, шығармашылыққа баулу және дамыта оқытады. Сын тұрғысынан ойлау, бақылау, тәжірибе, толғану және пайымдау нәтижесінде алынған ақпаратты ұғыну, бағалау, талдау және синтездеуде қолданылатын әдіс тәсілдердің бірі болып табылады. Сын тұрғысынан ойлау әдіс тәсілдерін пайдалана отырып,
сіздермен бірге тәжірибе жүзінде көрсетуді жөн көрдік. Назар аударсаңыздар, сіздерге сергіту сәті белгілі бір қазір барлықтарыңыз дайын болсаңыздар, белгілі бір фильм көреміз, оны одан кейін барлығымыз талдайтын боламыз. Назар аударсаңыздар фильмге. Қандай қаныпезер зұлым еді. Соны жаңа білдің бе? Жоқ. Қияметті құда боламыз деп, әкесіне берген сөзім бар. Кетеміз ауылдан. Жинал. Амандық болса, анау қабаққа қоныс теуіп үй салам. Мұнда пейіштің төрі дайын тұр деймісің бе? Қайда барсақ та көретініміз азап. Бүгін балыққа шықпасаңдар бәріңді жұмыстан қуат. Бүгін түпте тұрайық. Шықпай көріңдер, өлім қайдамақсың. Құралдар салма. Құралдарды сұрағанша балықшыларың қайда деп, неге сұрамайсың? Не істедің сен? Елеманды итжеккен қайдатқаннан бері жұрт жымдай болған жоқ па? Өлгеннің артынан өлмеу жоқ. Тір адам тіршілігін істейді, шырағым. Елеманға бәлендеп кінәрт алмай, бірақ оны сүйген емес. Анашал тірі тұрғанда Елеманның отын өшірмейміз. Үттің қызы құрсын, жүзі қара. Әне Елеманды қара. Ел бүлдірген бұзық бұл, деген лаңы жоқ. Қолыңнан келсе, осы жол істеріңді істеп бақ. Қолынан келсе шауып алсын, шауып алсын. Жауып атысқан адамның қызымен отасып, енді Жақсы, фильмді барлығымыз көріп шықтық. Енді сіздерге берілетін тапсырма. Бұл жалпы әдіс-тәсіл креативті жазу немесе жарнама деп аталады. Сіздерге берілетін тапсырма жаңа ғана көрген фильм туралы қысқаша ақпарат. Яғни кино қай жылы шықты, басты кейіпкерлер кімдер? Басты кейіпкерлер кімдер? Кино туралы жалпы ақпаратпен бөліссеңіздер. Қан мен тер романы. Фильмі. Сізді таныстырып, одан кейін осы сұрақтарға жауап берсеңіздер. Отандық киноның жаңа келбеті қандай жетістігі мен кемшілігі жайлы не білеміз? Көрерменнің осы фильмді көруге қызығушылығын тудыратындай қысқаша бір жарнама жасасаңыздар. Өздеріңізді таныстырып, одан кейін өз ойларыңызды бөлісе берсеңіздер болады. Алматы қаржы құқықтық және технологиялық колледжі Шолпан Рашыбаевна бұл «Қан мен тер» фильмінен үзінді. Тұңғышбай Жаманқұлов ойнап тұр. Енді балаларды еңбекке баулуға, мысалы, еңбектің қалай келетіні туралы көрсетілген бұл жерде. Жақсы, рахмет. Әділет колледжі Рымбеков Ерлан қазақ тілі әдебиет пәнінің мұғалімі. Бұл 79 шыққан. Бұл Абжаман Нұрпейісовтің «Қан мен тер» романынан алынған фильм. Бұл жерде жаңағы басты кейіпкер Еламан, сосын Тәңірберген Ақбала. Рахмет. Дұрыс айтасыздар. Тағы да ойларыңызбен бөліссеңіздер, толықтырам деушілер болса. Осы фильмді көре отырып, өздеріңіз жарнама жасасаңыздар. Көрерменнің қызығушылығын тудыратындай. Сәлеметсіздер ме? Сән және дизайн колледжі арнайы пәндер оқытушысы Көкембекова Гүлім Дәулетқызы. Бұл «Қан мен тер» трилогиясы 3 кітаптан тұрады. Ымырт, Сергелден, сосын үшіншісі жаңағы Күйреу, дұрыс айтасыз. Сонда фильмнің өзін жарнамалауымыз керек па? Иә, көрерменнің қызығушылығын жарнама жасасаңыз болады. Бұл киноның жалпы жетістігі қандай болды? Сол туралы айтсаңыздар да болады.
Айышев Айгүл Сәрсеналы-қызы, Алматы техника экономика қатынас жолдар колледжі. Бұл киноның шыққан уақытын жоғарыда айтып кетті. 1979 жылы қан мен тер трилогиясының негізінде түсірілген. Бұл кино заманның қақтығысы, яғни сол кезеңдегі кеңес үкіметінің орнап жатқан уақыты, бай мен кедей халықтардың екіге бөлініп, байлардың кедейлерге қарсы, кедейлердің байларға қарсы күресі болғандығын көрсетеді. Заманның жаңа заманға ауысқан уақыты. Бұл біріншіден, екіншіден бұл жерде адамның адамдық қасиеті, оның рухани ішкі жан дүниесі, адамдардың біріне бірі деген сол жалпы қай уақыттарда болсын ішкі сезімдері осы кинода көрсетілген. Яғни адамшылық, адамгершілік, бір-біріне деген жеккерушілік, кек алушылық деген осындай қасиеттерді біз осы фильмдегі кейіпкерлерден көреміз. Киноның жетістігі осы адамның ішкі рухани қасиеттерін көрсете білуі. Яғни бұл жерде кемшілігін айтатын біз режиссер емеспіз, бірақ балаларға бұл киноны жарнамалау жасаған уақыттарда адамдардың рухани ішкі қасиетін білу үшін осы киноны көруге болады. Яғни заман өзгергенмен адамның ішкі жан дүниесі өзгермейді деп солай жарнамаласақ дұрыс болады деп ойлаймын. Енді әркімнің өзінің ойы бар. Жақсы, рахмет ойларыңызға бөліскендеріңізге көп рахмет. Біз өзіміз күнделікті сабағымызда қолданып жүрген екінші әдіс тәсіліміз біз кубизм ойыны арқылы көрсеткіміз келіп отыр сіздерді. Кубиктің қазір сіздерге кубик беріледі, сол кубиктің 6 жағында 6 түрлі түспен белгіленген, сол түстердің ішінен бір түсті таңдайсыздар. Ойынға қосылып, әдіс тәсілдермен бөлісіп отырсаңыздар, бір түсті таңдаңыздар. Көк. Жасыл. Қазір көкті қарайық. Жасыл. Жасыл. Бұл жерде кітап сіздерге көрініп тұр. Енді бұл шығарма туралы не білесіз? Бұл шынайы болған оқиға ма, әлде автордың ойынан туған ба? Шығарма сізге несімен ұнады? Негізгі идеясы қандай? Шығарманы қалай жалғастырар едіңіз? Бұл енді Абай Құнанбаевтың қара сөздер туралы жазылған. Бұл жерде ол сөздері өмірге отырып, сол өмірде алған тәжірибесі бойынша қалдырған мұрасы деп ойлаймын өз басым. Шығарма сізге несімен ұнады? Өмірге қажетті жаңағы мәліметтер, не болмаса өзіміздің де жаңағы басымыздан кешіріп отырған тәрбиелік мәні зор, философиялық ойлармен ұштастыруға болады. Алматы және құрылыс менеджмент колледжі, мен айтайыншы әрі жалғастырып. Айтыңыз. Біз қара сөзі Абайдың өмірден алынған. Өзі бірінші қара сөзін жазды ғой. Керегін алсын, керек емесін өзімде өз сөзім өзімде қалады ғой деп. Сондықтан мен ойлаймын, Абайдың бұл 45 қара сөзінің қай-қайсын алсақ та қазіргі заман тұрғысынан өте қажетті. Өткен ғасырда бір ғасыр бұрын жазылса да, 19 ғасырда, бұл қазіргі заманмен үндес жатқан дүние. Сондықтан Абайдың айтатын өз кредосы бар. 3 нәрсе адамның қасиеті: ыстық қайрат, нұрлы ақыл, жылы жүрек деген. Шынымен де қазір заманға керек қасиеттер емес пе осының бәрі? Жақсы. Шығарманы сіз қалай жалғастырар едіңіз? Шығарма қай мақсатта, қай неге байланысты? Осы кітап жөнінде. Болмаса Абайдың бір шығармасы жөнінде. Енді өлеңдермен алыстасып жатыруға Абайдың қай өлеңін алсаң да. Жақсы. Өлеңдермен үндестіруге болады. Себебі Абай қоғамды қалай өзгертем деді. Осы адамгершілік тәрбиесі арқылы. Жақсы апай. Рахмет, келесі. Тағы да өз ойларыңызды білдіріп отырсаңыздар. Мына жерден түс таңдаймыз. Жасыл. Жасыл. Жақсы. Кім жауап береді? Жаңағы сұрақтар бойынша бұл шығармада да. Өздеріңіздің ойларыңыз, бұл шығарма туралы не білесіз? Бұл шынайы болған оқиға ма? Сол туралы ойларыңызбен бөлісіп отырсаңыздар. Ілияс Есенберлиннің «Көшпенділер» романы. Атақты бұл роман негізі орыс тілінде жазылған. Ілияс Есенберлин орыс тілінде жазған жазушы. Бұл жерде қазақ халқының
тарихы жөнінде жазылады. Бұл автордың ойынан туындаған ба, әлде шынайы болған оқиға ма? Тарихи. Бұл автордың ойынан шығарылған нәрсе, бірақ тарихи сюжетпен жазылған. Бұл шығарма сізге несімен ұнады? Бұл шығарма өзінің керемет тілімен, өйткені бұл жердегі әдеби тіл өте көркем, өте толық жазылған, және сол жерде болған оқиғаны автор өз идеясымен бірге қиялмен ұштастыра отырып, қазақ халқының тарихынан үлкен дерек береді. Өте жақсы. Келесі. Алматы қаржы құқықтық және технологиялық колледжінен Айгүл Мейрамбековна. Айгүл Мейрамбековна, енді басқа тіс таңдайсыз ба, әлде толықтырасыз ба? Айта кетейін дегем, көшпенділер туралы. Айта кетіңіз. Көшпенділер Ильяс Есенберлиннің туындысы. Ол 6 кітаптан тұрады, негізгі. Трилогия Алмас қылыш, Жанталас, Қаһар деген бөлімдерден тұрады. Және де бұл сол кездегі қазақ хандығының құрылуы туралы Әлхайыр Жәнібек Керей. Бұл туралы кинода түсірілген. Көшпенділер киносын. Соны енді мен егер сабағымда осы көшпенділер келген жағдайда кинодан үзінді беріп, жалпы қазақ халқының, қазақ хандығы туралы бұрынғы естіліп жатыр ма? Естіліп жатыр. Бұрынғы қазақ хандығының құрылуы туралы енді қазіргі жастарға үлгі болатындай өзінің ойларын, пікірлерін білсем деп, қазіргі кинодан үзінді берер едім, және кино неліктен түсірілді, өз ойларыңыз, өз пікірлеріңізді білдірсеңіздер деген сұрақтармен арқылы сабақты өрбітіп әкетуге болар еді. Өте жақсы, осындай әдіс тәсілдерді сабақтарыңызда бөлісіп отырсаңыздар болады. Себебі бұл кубизм әдісі шығарманы жан-жақты талдауға сіздерге мүмкіндік береді. Ұстаз жаратылысынан өзіне айтылғанның бәрін жете түсінген, көрген, естіген нәрселерді ешқашан есінде ұмытпайтын, алғыр алғарымпаз ақыл иесі, мейлінше шешен, өнер білімге құштар, аса қанағатшыл, жаны асқақ, ар-намысын ардақтайтын, жақындарына да, жат адамдарына да әділ, жұрттың бәріне жақсылық пен ізгілік көрсетіп, қорқыныш пен жасқану дегенді білмейтін, батып, ержүрек болу керек. Ал мұғалім бағыт сілтейтін, білім алушының еңбегін ұйымдастырушы, бақылаушы, сондықтан да білім алушының нәтижелі білім сапасын арттырып, танымдық қабілетін дамытуда қандай да бір әдіс тәсілмен технологияны қолдансақ та, естен шығармайтын нәрсе білім алушының білімге деген құштарлығын, қызығушылығын жоғалтып алмауымыз тиіс. Солай болса, күнделікті ізденісіміз бен технологияларды оқып үйреніп, өз тәжірибемізде шеберлікпен қолданудамыз. Алдымыздағы шәкірттерге терең де тиянақты білім беруге арналсын демекпін. Дей келе, біз бүгінгі педагогикалық шеберлік тобының жұмыс нәтижесін аяқтаймыз. Назарларыңызға рахмет. Уважаемые коллеги, работу группы СДНС будут представлять преподаватели энергетических дисциплин. И первое слово предоставляется преподавателю Абельмаженовой Айнуре Жанайдаровне. Добрый день, уважаемые коллеги. Вашему вниманию презентация о работе творческой группы СДНС, в которую входят у нас метод КЛИЛ, воркшоп и проектная технология обучения. Координаторами данной творческой группы являемся я, преподаватель специальных дисциплин, я курирую направление КЛИЛ. Мои коллеги Исаханова Шолпан Жана Батыровна, она курирует направление проектной технологии, и по направлению воркшоп куратор Абдрасил Акмарал Берлесовна. Если немного остановиться на принципах и специфике методики КЛИЛ, то всем известно, что КЛИЛ — это предметно-языковое интегрированное обучение. Все большую популярность КЛИЛ приобретает потому, как произошли серьезные изменения в методике обучения, в том числе и огромная заинтересованность во всем мире английским языком.
Хочу отметить, что КЛИЛ — это не только преподавание всей учебной дисциплины на английском языке, это выбор модулей, которые совместимы с КЛИЛ. Опыт внедрения показывает, что при проектировании курса обучения необходимо выполнить следующие шаги, что, собственно, и сделала наша творческая группа. Первый шаг — это преподавателю нужно быть уверенным, чему он хочет учить: содержанию, либо культуре, либо тому и другому вместе. Далее выбрать материал, то есть произвести поиск, да, того, что есть в библиотеках, то есть по вашей дисциплине на английском языке, в том числе проанализировать интернет-источники. Второй шаг — это выбор activity, то есть необходимо выбрать так называемые задания, которые бы позволили развивать мышление у ваших студентов на английском языке. И третий шаг — это тоже немаловажный. Необходимо проанализировать язык или же уровень языкового потенциала у ваших студентов, чтобы в дальнейшем обеспечить им необходимую языковую поддержку. Таким образом, можно реализовать так называемые 4C, которые рекомендуются международными экспертами в области КЛИЛ. Это коммуникация, содержание, культура, мышление. Вас не слышно. Сейчас слышно? У вас звук выключен. Да, сейчас слышно уже. Да, теперь слышно. Звук точно тастапта. Айнур. Айнура Жанайдаровна, продолжайте, вас слышно. Хорошо. Конечно же, для реализации... Айнура Бельшановна. Сейчас слышно? Да, слышно. Да, слышно. Конечно же, для реализации всех шагов у преподавателя должен быть как минимум уровень знания, это преинтермедиа. Важнейшими правилами интегрированного обучения языку и предмету, как правило, являются следующие. Это использование активных методов на каждом аудиторном занятии, использование средств наглядности, а также различных аутентичных материалов, таких как видео, схемы, макеты, иллюстрации и так далее. Наша творческая группа начала работу по методике КЛИЛ в 2018 году с изучения студентами основной терминологии на английском языке. Каждый урок преподаватели внедряли от 5 до 10 терминов с помощью всем известного приложения Quizlet, а также с помощью различных игровых техник. Это способствовало тому, что все преподаватели нашей творческой группы разработали терминологические словари по своему направлению. Сейчас вы видите терминологический словарь по профилю электроэнергетика, который разработала моя коллега Телебекова Алия. То есть из чего состоит данный словарь? Это термины на 3 языках, как вам видно, на казахском, русском и английском языке, а также краткое толкование каждого термина. Это по профилю электроэнергетика. Далее я хочу вам продемонстрировать словарь по профилю радиоэлектроника, то есть он имеет такую же структуру, и можно отметить, что терминологические словари выполнили в данном случае 3 функции. Это учебную функцию, справочную и систематизирующую. Преподаватель КЛИЛ должен продумать предметное содержание своих занятий, используя различные ресурсы, тщательно отобрать материал, который может дополнять и повторять уже изученное по конкретному предмету. Типы заданий, или же, как мы их называем, activity, разрабатываются по уровню сложности и должны быть построены с акцентом на предметное содержание, его проверку и последующее активное обсуждение. Сейчас вы видите на экране это фрагмент урока, где студент выполняет задание matching. Matching означает сопоставление, то есть в данном случае задача у студента найти термин. И вот здесь уже готовый продукт matching, когда уже задание выполнено и каждой картинке присвоенное должное определение. В том числе, кроме matching, мы используем такие приемы, как post-it, grab-it, question loop и bingo.
На данном задании мы с вами еще остановимся более подробно, когда у нас будет с вами практическая часть семинара, работа будет в сессионных залах. Работа с текстом. На начальном этапе очень сложно для студентов, которые в принципе не обучаются на английском языке, работать с текстами на английском языке. Поэтому преподаватели КЛИЛ должны развивать навыки чтения у студентов, над чем мы и работали. Первоначально мы использовали наиболее успешные, но в то же время облегченные стратегии, включающие предугадывание сути текста, логического заключения из картинок и структурных маркеров. Это такие техники, как сканинг, то есть внимательное изучение текста, и скимминг, беглый просмотр текста. Впоследствии мы стали применять более сложные стратегии, такие как pre-reading, то есть в данном случае вы видите фрагмент текста, где студенту предстоит обвести кружком те слова, которые ему неизвестны, и подчеркнуть слова, которые он уже знает. Таким образом, то есть на предварительном этапе преподаватель КЛИЛ видит, над чем ему предстоит работать, то есть те слова, которые обведены в кружок, студенту неизвестны. Следующая стратегия — это while reading, то есть задание во время чтения. Данное задание называется true or false, то есть правда или ложь, где студент помечает, какое из предложений является правдой, какое из предложений является ложью. То есть таким образом преподаватель КЛИЛ может понять, какой уровень, то есть понимания на английском языке, да, данных фрагментов, и в то же время он понимает, насколько усвоен материал. И третья стратегия, которая также выполняется с помощью этого текста, называется post-reading, то есть это задание после полного изучения текста, где студент может ответить на вопросы. Для развития навыков самостоятельности и совместной деятельности мы стали использовать такие методы оценивания, как самооценивание и взаимооценивание, которые дают возможность оценить собственный успех своей мысли и учебу и продумать способы их улучшения. На уроках удачно получалось самооценивание, когда каждый студент комментировал, как он работал на уроке, что получалось у него, а что нет. Сейчас вы видите на экране, это форма самооценивания работы в группе, где пишется имя каждого участника, и далее студент отвечает на вопросы, какие элементы способствовали командной работе в вашей группе, было ли что-то, что мешало совместной успешной работе, как группа достигла целей, сколько усилий вы приложили над работой, как участники работали над заданиями, какова была мотивация и так далее. Распространение опыта наша группа проводила изданием своих статей как на английском языке, на государственном языке и на русском языке в различных журналах республиканского, городского значения, а также в журналах, который издавался в нашем колледже. Далее я представляю слово моей коллеге, куратору по направлению воркшоп Абдрасил Акмарал Бірлесовне. Саламатсыздар ма? Мен сіздерге воркшоп бағыты бойынша таныстыру жұмыстарын жүргіземін. Егер воркшоп сөзін сөзбе-сөз аударма жасасақ, барлық адамдар үйренуі үшін жұмысты немесе әрекетті қалай жасау керектігін талқылайтын және көрсететін жұмыс шеберханасы деген мағынаны білдіреді. Біздің әріптестеріміз 2017 жылы Малайзия мемлекетіндегі IPU университетіне болашақ бағдарламасымен іс сапарға тәжірибе алмасу барысында барып, воркшоп әдісін үйреніп, сол жақтан келгеннен кейін 3 жыл барысында осы әдісті қолдану барысындамыз. Кешіріңіздер.
Воркшоп бұл ерекше әдіс тәсілдерді қажет ететін оқытудың жаңа түрі. Воркшоптың басты ерекшелігі барлық қатысушылардың белсенділігінде. Жұмыс барысында теория фонды түрде жүргізіледі де, дәл сол уақытта практикалық жұмыстар атқарылады. Әрине, воркшоп әдеттегі білімді алуды толықтай алмастыра алмайды, бірақ алдағы уақытта оқуға деген қызығушылықтарын арттырып, айтарлықтай оқуға деген серпін бере алады. Воркшоптың тиімді қолданылуы ол модераторға, тәлімгерге, оқытушыға, яғни воркшопты кім ұйымдастыратынына байланысты. Воркшоп әдісін қалай тиімді ұйымдастыруға? Әріптестер, мен даусым естіліп тұр ма? Естіліп тұр. Қатысушылар мен кездесу бірнеше кезеңдерді қамтиды, яғни күрделі әрі көп көлемді дайындықты қажет етеді. Ең бірінші, қарап отырсаңыздар, тақырыпты таңдау. Воркшопты ұйымдастырмас бұрын бірінші кездесудің тақырыбын анықтау керек. Сонымен қатар модератордың құзыреттілігін ғана емес, аудиторияның қызығушылығын ескеру қажет. Тақырыпты өзекті мәселелерге бағыттау керек. Яғни тақырып воркшоптың болашақ қатысушылары үшін қызықты болып, эмоционалды резонанс тудыру қажет. Келесі, яғни мақсатты анықтау. Мақсат қойылмай ешқандай іс-шара ұйымдастыруға болмайды. Воркшоп бұл өнімді немесе брендті позициялауда мықты құрал. Сондықтан ол жалпы маркетингтік стратегияның бір бөлігі болу керек. Сауатты өткізілген воркшоп қызығушылықты арттыруға кепілдік береді. Келесі қарап отырсаңыздар, ол мерзімін таңдау. Воркшоп бірнеше сағаттан бірнеше күнге созылуы мүмкін. Мерзімін таңдау материалдың тақырыбы мен көлеміне байланысты жасалу керек. Мерзімін таңдау материалдың тақырыбын таңдау керек. Алғашқы тәжірибе үшін 2 сағаттық воркшоп ұйымдастыру жеткілікті. Ал болашақта уақыт шеңберін кеңейтуге болады. Келесі бөлім, яғни 4-ші бөлім, ол көрнекілігін дайындау. Ақпаратты жеңіл түрде қабылдау үшін қызықты презентациялар, бейне материалдар, слайдтар дайындау керек. Келесі бөлім, яғни 5-ші бөлім, ол көшбасшы таңдау. Әдетте воркшопқа бірнеше адамдар қатысады. Жаттықтырушы инновациялық ақпаратты ұсынады, ал көшбасшы аудиторияны басқарады. 6-шы бөлім. Воркшоп жоспарын, рефераттар тізімін құру. Материалды өңдеген кезде аудиторияның ерекшелігін, жасын, сабақ түрін ескеру қажет. Және 7-ші бөлім, ол кері байланыс жасау. Воркшоп қатысушылары іс-шарадан алған әсерлерімен бөлісуі керек. Кішігірім сауалнама немесе әлеуметтік желілерде сауалнама жасау қызығушылықтарын арттырады. Және жұмыс барысында жіберген қателіктерді анықтауға, болашақта оларды түзетуге көмектеседі. Келесі бөлім, яғни воркшоп әдісінің бір тармағына тоқтала кетсем, ол депкюшн әдісі. Депкюшн сөзін талдайтын болсақ, deep дегеніміз, яғни D дегеніміз describe, E дегеніміз emotion, E дегеніміз evaluate, P дегеніміз, яғни prescriptions. Бұл осы 4 бөлім арқылы біз жаңағы сұрақтар қоя аламыз. Яғни describe сипаттау, emotions эмоция, evaluate бағалау және соңғысы ол ұсыныс. Осы қарап отырсаңыздар, 4 бөлімде өзіне арналған сұрақтары бар. Мысалы, сипаттау бөлімі бойынша сіз не көрдіңіз, қандай сөздер ерекше болып тұр, немесе эмоция бөлімі бойынша ең қызықты бөлігі қандай деген сияқты сұрақтар қойсақ болады. Және де жобаның мақсаты мен күтілетін нәтижесіне байланысты тәжірибеде воркшоптың әртүрлі модельдерін қолдана аласыз. Олар, яғни жаңағы айтып кеткен миға шабуыл. Және шеберхана, тимбилдинг, пікір талас клубы.
Яғни осы жаңағы айтып кеткен әдістерге қысқаша тоқтала кетсем, яғни шеберхана бұл әдіс тәсіл қажетті кеңестер жиынтығы әдебиеттерді, заттарды, жабдықты, технологияны пайдалана отырып, қолмен жұмыс жасайтын мамандықтарға сәйкес келеді. Яғни шебер қандай да бір жұмысты білім алушыларға өзі жасап көрсетеді бірінші, одан кейін барып білім алушылар өздері сол жұмысты өздері жасайды ары қарай. Яғни оны біз қазіргі таңда лабораториялық жұмыстар, болмаса практикалық жұмыстарда қолданудамыз. Келесі бөлімі, яғни тимбилдинг. Тимбилдинг бұл ойын түрінде жүргізілетін командалық іс-шара. Яғни жарысқа қатысушылардың арасында бәсекелестік туғызу үшін қатысушыларды топқа бөледі де барлығына бірдей тапсырма беріледі. Тимбилдингте уақыт шектеулі, сондықтан топ мүшелері процеске белсенді қатысады және мәселені шешудің тиімді әдістерін іздестіреді. Тимбилдинг қатысушыларға жаңа эмоциялар, тәжірибелер, ойлар мен идеялармен шабыттандырады. Келесі көретіндеріңіз, яғни бұл пікірталас клубы, біздің жас мамандарға арналған пікірталасының ұйымдастырған сайысы, алдарыңызда көріп отырған. Яғни бұл әрбір қатысушы өз көзқарасын білдіруге және оны қорғауға құқылы іс-шара. Бір қатысушы пікірін айтқан соң екіншісіне сөз беріледі. Пікір сайыс барысында бір-біріне кедергі келтірмей, өз ойларын толық жеткізу үшін пікірталасқа міндетті түрде модератор қатысады. Енді тағы да ары қарай айта кететін болсам, тәжірибе алмасу мақсатында біздің әріптестеріміз қалалық педагогикалық оқуларға қатысқан болатын. Соның бірі мен Абдрайсыл Ақмарал Бірлесіна арнайы сертификаттармен марапатталдым. Және де 20-21 оқу жылында әріптесім Бүлшекбаева Ғалия Бауыржанқызы қалалық педагогикалық оқуға қатысып, 3-ші орынға иеленді. Назарларыңызға рахмет. Әріптесім Шолпан Жанабатыровнаға сөз беремін. Шолпан Жанабатыровна, мы вас ждем. Да, сейчас экран. Добрый день, уважаемые коллеги. Рада всех приветствовать. 21 февраля дейін. Извиняюсь немножко. Я предоставляю вашему вниманию направление проектного обучения, проектной технологии. Проектная деятельность уже в процессе обучения дает возможность студентам индивидуально проектировать, решать и выполнять поставленные задачи. Работа над проектом стимулирует творчество обучающихся, побуждает их к самостоятельному поиску, позволяет развивать критическое мышление. Все это делает применение данного метода особенно привлекательным. Цель технологии проектного обучения является создание условий учебной деятельности, при котором студенты самостоятельно ищут и обрабатывают информацию, умеют применять теорию на практике, взаимодействуют друг с другом, ведут исследовательскую деятельность, развивают системное мышление. Главная задача
преподавателя состоит в передаче способов работы, а не конкретных знаний. То есть акцент делается не на преподавание, а на учение. При разработке проектного задания необходимо также обратить внимание на взаимодействие педагога и студента. Каждый студент должен чувствовать, что проект – это его работа, его создание, реализация его собственных идей и замыслов. Он должен видеть, что его точки зрения относятся с уважением, даже если она не совпадает с мнением преподавателя. Важно помнить, что только совместная деятельность с преподавателем в ходе работы над проектом даст студенту возможность освоить новые знания, умения и навыки и усовершенствовать уже имеющиеся. Как я использую проектную деятельность в своих занятиях? Эффективным, на мой взгляд, являются краткосрочные проекты в рамках 1-2 занятий, когда можно активизировать мыслительную деятельность студентов и быстро получить конечный результат. Например, при выполнении лабораторных работ предлагаю студентам самим выступить в роли работодателя, выбрать себе команду. Студенты с интересом и энтузиазмом выполняют данное задание, используя знания по другим специальным дисциплинам. Эта практика-ориентированный тип проекта позволяет решать практическую задачу, творчески оформленную. Долгосрочные проекты дают возможность шире рассмотреть исследуемый вопрос, придать более яркую и интересную форму продукту. Так, планируя проект «Альтернативная энергетика», мы думали, с чего начать работу над проектом, как ответить и убедить всех, что будущее за неисчерпаемыми источниками. В ходе мозгового штурма пришли к выводу, что необходимо рассмотреть и детально изучить ее настоящее и будущее. Как преподаватель я выполняла функции координатора, куратора и консультанта. Договорились о способах работы, изучении литературы, отрасли, о интервью с производственниками, расчеты. Мы определили этапы над проектом. Каждый выбрал вопрос, на который хотел бы найти ответ. Работа над проектом потребовала навыков научного поиска, критического анализа, устной и письменной коммуникации. От всех участников требовалось постоянное напряжение внимания, восприятие памяти, ума, способность генерировать гипотезы и проделывать мыслительные эксперименты по их проверке, умению формулировать окончательные выводы и сообщать их другим, а также способность и умение обосновывать и отстаивать свои позиции. Мотивация. Важно отметить, что плюсов от проектной деятельности было много. Лучшее освоение учебного материала, стимулирование интереса самостоятельной познавательной деятельности. И что очень важно, эта работа позволила подняться на качественно новый уровень познания так сильным и слабым студентам. Студенты учились сотрудничать, брать ответственность на себя, ощущать себя членами команды, подчинять свой темперамент, характер, время интересам общего дела и анализировать свои действия, видеть плюсы и минусы своей деятельности. Таким образом, метод проектов воспитывает такие важные качества для современного специалиста и так необходимые для профессиональной деятельности, как коммуникабельность, самостоятельность, целеустремленность, ответственность, умение работать в команде, толерантность, а также раскрывает творческие и организаторские способности. Ежегодно наши студенты занимают призовые места, в частности, в городском конкурсе научных работ ТРАН-УМТ, а также в различных конкурсах республиканского и городского уровня. Спасибо за внимание. Далее у нас работу продолжим в секционных группах.
Қош келдіңіздер әріптестер. Жаңаға таныстырып кеткен Diffusion әдісі бойынша мен сіздермен практикалық жұмыс жүргізгім келіп отыр. Яғни қазір сіздердің назарларыңызға мен бейнеролик ұсынамын. Бейнеролик ұсынбас бұрын жаңаға сұрақтар бойынша бір... Бірлесівна, әрі салға бөлінген жоқ күте тұрыңыз. Әріптестер жоспарға сай қазір сессионный залға бөліп жатыр, сондықтан кішкене сабырлық сақтап күте тұруларыңызды сұраймын. Сессионный залға автоматически бөле салушы еді ғой? Техникалық ақаулар болып жатыр, сондықтан кішкене күте тұрыңыздар. Қазір енді мүмкіндік болмаса, мүмкін барлығымыз бір неде отырып, бұл жұмысымызды жалғастырамыз. Қазір кішкене күте тұрыңыздар. Добрый день, уважаемые коллеги. Мы с вами в сессионном зале номер 1, и сейчас нам предстоит практическая работа по направлению КЛИЛ. Требуется активное участие ваше, поэтому, несмотря, даже если вам не знакома данная методика, прошу активного участия с вашей стороны, потому что нам необходимо, чтобы вы что-то усвоили и в дальнейшем, может быть, применяли в своей практике данную методику, если на сегодняшний день вы еще с ней не знакомы. Если у вас есть какие-то вопросы по моему выступлению, я могу сейчас ответить, пока у нас сейчас до сих пор еще делят на сессионные залы. Если есть вопросы, можете задавать. Ни у кого вопросов нет? Нет. Вопросов нет, да? А в ваших колледжах используется данная методика? Добрый день. В Алматинском государственном бизнес-колледже используется. И, конечно, здесь знание английского языка необходимо.
как вы уже сказали, хотя бы элементари. Хорошо. Итак, вам сейчас видно мой экран, да? Видно? Видно, да? Давайте мы с вами сейчас начнем. Такой прием называется matching, то есть сопоставление, то, что вы видели до этого, когда я презентовала о работе творческой группы. Значит, сейчас мы с вами будем изучать новые слова. Их у нас сегодня 10. Вам необходимо максимально запомнить, как они будут звучать. Итак, первое слово – это socket, розетка. Далее, iron – это утюг. Microwave oven. Это у нас, как вы думаете, а можно пока звук всем отключить? Третий, как вы переводили? Microwave oven. Это у нас микроволновая печь. Микрофонымыз жанып жатыр, сіздің жаныңызда тағы бір қосып. Звук, пожалуйста, отключите. Следующая lamp. Это лампочка. Electrical kettle. Электрический чайник. Power. Это Айнұр Жанайдаровна, қасыңызда телефон тағы біреу отырса, телефондары жылжытып қойыңыздаршы. Нет, у нас ничего. Басқа қатысушылар, өтініш микрофондарыңызды өшіріңіздерші. Power – это мощность. Current – электрический ток. Electric meter – это счетчик электрический. Fridge – это холодильник. Washer – это стиральная машина. То есть таким образом мы с вами изучили 10 слов. И после чего необходимо, значит, на картинке их найти и обозначить. Вам сейчас демонстрация видна моего экрана? Нет, не видно. Значит, организатор отключил демонстрацию. Нет. Нет, не видно. Вас видно. Организатор, пожалуйста, включите демонстрацию. Минуточку. То есть вообще суть matching, да, сопоставления, я продолжу в том, что, как я показывала, да, то есть по картинке необходимо найти правильное сопоставление названия и того, что вы видите на картинке. То есть студенты сопоставляют на английском языке, да, как вот я сейчас вам сказала, да, какие-то элементы или наиболее часто, которые вы используете термины, они находят их и прикрепляют в нужное место. Айнур Жанайдаровна, попробуйте далее разрешение. Не получается. Отключил демонстрацию экрана. То есть задача студентов найти правильное определение. Извините, еще раз попробуйте. И термина. Нет. Вот сейчас есть. Вам видно экран мой, да? Да. Видно, да? Вот сейчас давайте мы с вами попробуем, да? Вам нужно будет сфотографировать вот данные, сейчас то, что вы видите на экране. Картинки и номера запомнили, да? Сфотографируйте, пожалуйста. Теперь мы сейчас с вами будем сопоставлять. Итак, electric meter у нас под каким номером? Скажите мне, пожалуйста. Какой? Electric meter, это у нас что было? 5-й, кажется. 9-й номер. Нет, не 9-й. Это у нас 5-й. счетчик. Это у нас счетчик, да? 3-й. 3-й, правильно. Правильный ответ. Следующий, next, fridge. Fridge. Number. 6-й. Правильно. Power socket. Power socket.
Это у нас розетка, да? Номер? Номер 2. Да, второй номер будет. Второй номер. Окей. And next, iron. Это утюг. Number? Number 7. Окей. Седьмой. Нет, iron. Третий. Microwave oven. Microwave oven. Number 4. Number 4. Okay. Washer. Number 5. Okay. Lamp. Number 10. Number 10. And electrical kettle. Number 8. Number 8. Okay. And power. Number 1. Number 1. No. Current is number 1. And power? Power is number 9. 9. Okay. Уважаемые коллеги, практической части у нас не были технические неполадки. Там в одной группе мы должны были показать 2 работы, не успели, к сожалению. Сейчас предоставляется слово координатору 3-й группы Шығармашылық Шеберхана, преподавателю физики Мусабаева Жанат Алмасқызы. Армысыздар, құрметті әріптестер, назарларыңызға шығармашылық шеберхана тобының жұмысымен таныстырамын. Колледжімізде шығармашылық шеберхана тобы 2018 жылдан бастап дамыта оқыту технологиясын қолданып ақпараттық және жаратылыстану бірлестігі оқытушылары, ұйымдастырушылар, менің әріптестерім, мен Мусабаева Жанат Алмасқызы, физика пәні оқытушысы, Мустафина Шынар Амангелдиновна, математика пәні оқытушысы, Качебекова Айгүл Талғатовна, физика пәні оқытушысы, Қуанбай Еркінгүл, математика пәні оқытушысы. Дамыта оқыту технологиясы білім алушының ішкі әлеуметтік мүмкіндіктерін пайдаланып, дене, рухани, танымдық, интеллектуалдық қабілеттерін дамытуды көздейтін білім берудің теориясы мен практикасындағы бағыт болып табылады. Дәстүрлі оқыту ол жаттауға, есте сақтауға бағыттаса, ал дамыта оқытуда дербес жұмыс істеуге, алған білімді пайдалана білуге үйретеді. Яғни дамыта оқытуда мұғалім бағыттаушы рөлін атқарады. Дамыта оқытудың мақсаты білім алушының еркіндігін қалыптастыру, өз бетінше ізденуге дағдыландыру, жеке қасиеттерін ескеріп басшылыққа алу, тұлғалыққа бағыттау және жалпы дамыту. Дамыта оқыту технологиясының оқытудағы нәтижелеріне білім алушы өздігінен жұмыс жасайды, күрделілік деңгейіне сәйкес әртүрлі қабілеттері артады және күнделікті бақылап бағалауды білім алушының өзі жүргізеді. Біздің күнделікті сабағымызда қолданып жүрген элементтерге назар аударсақ, бұл Kahoot қосымшасы бойынша ойын жүргізу және топтардың бірін-бірі бағалауынан үзінді, топтық жұмыс, постерлер қорғау және де Plickers қосымшасы бойынша ойын жүргізу. Бұл жердегі Kahoot-тан ерекшелігі, бұл жерде QR код арқылы әр тесттің 4 варианты арқылы сол бетті айналдыра арқылы жауап береді. Сергіту сәті көңілді әуен. Жас мамандарға өткен семинардан үзінді. Марапаттау рәсімі ол Тұран колледждер арасындағы ғылыми жобалар 2019 жылғы болған олимпиададан мадақтама грамоталарымыз, тәжірибемен бөлісу, технология бойынша, яғни дамыта оқыту технологиясы бойынша әдістемелік ұсыныстар. Ең бірінші жан-жақты барлық жағдайларды салу керек. Екіншіден ізденушілік, зерттеушілік әрекетін алдын ала ұйымдастыру керек. Үшіншіден мақсатты дұрыс қойып, шешімін дұрыс таңдау. Төртіншіден әртүрлі әдіс тәсілдер жиынтығын ұйымдастыру. Бесіншіден ғаламтор желісі, интерактивті тақта, проекттер барлығына қолжетімді ету. Ал енді сіздердің назарларыңызға ең қызық бөлімі, практикалық бөлімге кезек беремін. Қазір сіздерден өтінерім Google браузерына мына жерде тұрған сары фонның ішінде quizzes.com сөзін терсеңіздер, ойынға кіресіздер. Қазір Google браузерден ашып,
quizzes.com сайтына кіресіздер. Сол сайтқа кіргенде оң жақ, жоғары жақ, оң жақ шетінде интеркод деген бар. Сол кодты таңдайтын болсаңыздар, алдарыңызда тұрғандай код сұрайтын ұяшық ашылады. Ол жерге сіздерге қазір ойынды бастағанда кодты айтатын боламын. Түсінікті ма, құрметті әріптестер? Google браузер. Түсінікті, кіріп отырмыз түсінікті. Күнделік сабақта қолданып жүрміз бізде бұны. Назарларыңызға мына жерде код берілді 258108. Осыны кодқа теріп, өз есімдеріңізді жазсаңыздар. Жеті, 8 әріптесіміз кірді. Қалғандарыңыз қайдасыздар? Қазір кіріп отырмыз. Сегіз, 19 әріптесіңіз кірді. Қалғандарыңыз... Код осы ғой, 258108 ба, кешіріңіз? Код осы, 258108. Кодты тергеннен кейін өз есімдеріңізді енгізесіздерді, бастау дегенді басасыздар. Начинать деп. Қай жерге жазамыз, кешіріңіз? Кодты тергеннен кейін автоматически өздері сұрайды есіміңізді. Сол кодты қай жерге теріп жатырсыздар? Міне quizzes.com деген Google-ға жаздыңыз ба сайтқа. Сол сайтқа өтсеңіз, интеркод деп басасыз, сол сайт ашылғанда жоғары жақ, оң жақ шетінде интеркод деген бар. Сол жерге кодыңызды енгізесіз. 26 әріптесіміз кірді. Рахмет, Google-дан кіру керек екен, я? Google-ға. Кіре алмадық, кірмей-ақ қойсақ бола ма? Ақмарыл, адамдармен жалғастыра берейікші, уақыт өтіп жатыр. 36 әріптесіміз кірді, ал бастаймыз. Барлығынан бас кесіп. Біз соткамен отыр едік, кіре алмай жатырмыз. Надо ввести вот это.
нәтижесін көруге болады. Quizizдің ең басты ерекшелігі осы сонда. Және бұл жерде ойынды алдын ала ұйымдастырып, соның ссылкасын Google Classroom'ға импорт жасап, балаларға жіберуге болады алдын ала. Яғни жаңа сабақты қорыту барысында немесе үй жұмысын сұрайтын болсаңыздар, тест ретінде өте ыңғайлы, тиімді, уақыт жағынан да тиімді, ерекшелігі жағынан да балалардың қызығушылығын арттыратын ойындардың бірі болып табылады. Назар аударсаңыздар, мұнда question 1, 2, 3, 4 сұрақтар бойынша әрбір сұраққа кім неше уақытта жауап берді және балдық жүйеде және сандық жүйеде нәтижелері көрсететін болады. Және де үлгерімі нашар білім алушылардың жауаптарын ата-аналарына осы жерге тікелей почталарын жазып, сәлемдеме жіберсеңіздер болады. Және бұл жерде жүктеп аласыздар, Excel форматына әр оқушының нәтижесін жүктеп алуға болады. Осындай ерекшеліктері бар. Назарларыңызға рахмет. Сұрақтарыңыз болса, жауап беруге дайынмын. Саламатсыздар ма? Ақмарал апай? Соңғы баяндамашыға сөйлеп жатсыз ғой деймін, ол кісі Жанат Алмасқызы. Уважаемые коллеги, мы сегодня представили работу, небольшую часть работы творческих групп. Спасибо, что вы сегодня были с нами. Если есть у вас вопросы, мы готовы ответить на них. Желаем вам творческих успехов, будьте здоровы. Ждем ваших вопросов, и слово дальше предоставляется Гульнар Жалеловне. Құрметті әріптестер, бүгінгі біздің жоспарлаған семинарымыз, вебинар өз мәресіне жетті. Жалпы енді бүгінгі өз тәжірибесімен бөліскен біздің шығармашыл педагогтарымызға сұрақтарыңыз болса, қазір қойсаңыздар болады. Жалпы енді ең бастысы бұл кісілерге өздерінің тәжірибесімен бөліскендері үшін үлкен алғыс айтқым келеді. Өйткені бұл үлкен еңбекті талап етеді. Бұл семинарға сіздерге біз кеше дайындап бүгін шығара салған жоқпыз. Сіздердің назарларыңызға бұл 1,5-2 ай бұрын дайындық үстінде болған іс-шара. Сондықтан осы әріптестерімізге, осы жасаған еңбектері үшін үлкен рахмет айтамыз. Түрлі технологияларды қазір көріп өттіңіздер. Әр топ бір емес, бірнеше технологиядан тұратын әдіс тәсілдерін көрсетті, технологияларын көрсетті. Өте қызықты етіп, студенттердің қызығушылығын микрофондарыңызға ие болсаңыздар, әріптестер. Осындай сабақтарды өте қызықты етіп өткізуге бізде қазір барлық мүмкіндік жасалған Алматы қаласында, яғни бізде мүмкіндігіміз өте зор. Жалпы енді сол кісілерге сұрақтарыңыз болса, сұрақ қойсаңыздар болады. Қазір бізде осы кісілердің барлығы экранның алдында отыр. Сұрақтарыңызға жауап бере алады. Не болмаса ұсыныстарыңыз болса, не болмаса бүгінгі вебинарды өткізілу форматына байланысты, жалпы әдіс тәсілдеріне байланысты тағы да бір қосып алатын дүниелеріңіз болса, жаңағы сіздердің микрофон сіздерге ұсынылады. Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Дауыс естіліп тұр ма? Иә. Мен жаңағы өте керемет әдіс тәсіл болды. Ақмарал Бірлесіновадан сұрайын деген едім. Квиз әдісі бойынша өзінің ссылкасы болса, осы ортаға тастаса, біз барлығымыз үй жағдайында тағы да қайталап көрсек деген едім. Рахмет, сұрағыңызға мен жауап берейін. Жанат Алмасқызымын. Quizizz бойынша жарайды барлық сіздер методистер арқылы барлық жаңағыдай Quizizz бойынша қалай ойнайды, қалай нәтижелер алуға болады, қалай тест құрауға болады, барлығын айтуға жіберуге дайынмын, үйретуге. Рахмет көп-көп. Я сол Кахот сияқты программа жақсы екен, студенттермен жұмыс жасаған. Сол әдіс тәсіл өте қатты ұнады.
Жақсы, рахмет. Рахмет бүгінгі семинар үшін. Өте керемет өтті. Жалпы негізі әріптестер бүгінгі көрсетілген әріптестеріміздің көрсеткен презентациялары бар, бөліскен тәжірибелері, осы материалдың барлығын бүгінгі семинардың записі бар. Осының барлығын сіздердің почталарыңызға міндетті түрде жіберетін боламыз. Сондықтан бүгінгі материалды аласыздар барлығыңыз. Метод кабинет арқылы. Гүлнар Жалаловна, құрметті әріптестер, кеш жарық. Енді міне бүгінгі жасап жатқан жұмыстарыңызға өте үлкен көп рахмет айтамын. Бүгінгі дайындаған басшылық жасап Гүлнар Жалаловна сізге, еңбектеріңізге табыс. Онан кейін дайындап отырған энерго колледждағы әріптестерімізге де үлкен рахмет айтқым келеді. Жақсы жаңағы қазіргі заманауи неде дайындалатын сабақтарға көп біраз материалдар алдық. Көп рахмет, творчестволық табыс тілеймін. Рахмет. Жалпы енді мен бағанада осы вебинарды ашылу кезінде айтқан болатын, жалпы топ 5-тік деп алатын болсақ Алматы қаласы бойынша, енді артық айтқандық емес, сол 5-тіктің ішінде жүрген колледждердің бірі, осы энерго колледж. Сондықтан осы жалпы іс-шараны ұйымдастыруға атсалысып отырған осы колледждің басшысына, Төреғали Мұхамеджановичқа алғыс білдіреміз. Және осы жалпы семинарды бас аяғынан жүріп ұйымдастырған Айгүл Ордашына өзіңізге, және сіз бастап отырған командадағы оқытушылар, әріптестер өздеріңізге барлығыңызға рахмет айтамыз. Енді тағы да сұрақтарыңыз бар болса, сұрасаңыздар болады, болмаса, енді білесіздер онлайн жүйесінде уақыт өте тығыз, бізде тағы да келесі жиналыстарымыз бар дегендей. Сондықтан негізі өкінішке орай 230-дай адам болған едік басында. Қазіргі таңда 170-ге түсіп қалдық. Ол да негізі жақсы көрініс емес, бірақ дегенмен де қызығушылық танытып, мен осы жерге, осы вебинардан кішкене болса да бір дүние аламын деп қызығушылық танытқан әріптестеріміз отыр ортамызда. Сондықтан сіздерге тек қана жетістіктер тілейміз. Тағы айтам деушілеріңіз болса, құлағымыз сіздерде. Сұрақтарыңыз болып жатса. Сұрақ жоқ. Түрлі әдістемелерді көрдіңіздер, Клил бағдарламасы бойынша workshop, deep questions деді. Одан кейін дамыта оқыту технологиясы, технология проектінің обучение, түрлі. Мысалы, 3 қана шығармашылық топ болса, әр топ бірнеше технологиямен жұмыс жасайды. Қандай керемет. Бұл өте үлкен жетістік деп айтамын. Яғни бұл жерде білім алған шәкірттеріміз нағыз сапалы білім алып жатқанына біз көз жеткізе аламыз. Егер сұрақтарыңыз жоқ болса, бізбен бірге болғандарыңыз үшін, біздің осы энерго колледждің тәжірибесіне назар салып тыңдағандарыңыз үшін, өздеріңіздің жалпы оқу жүйесін ұйымдастыруда осының үлкен көмегі тиеді деп үміттенеміз, және бүгінгі мақсатымыз семинардың мақсатына жеттік деп ойлаймын. Барлығыңызға рахмет, амандықта жүздесейік. Рахмет, сау болыңыздар. 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 Большое спасибо. Рахмет, сау болыңыздар. Барлығы қызықты.